Абай атамыз айтқан ғой, әрбір адамның өнерге бар таласы. Осы қағидаларды ұстап, қазіргі балаларға әрбір минуты мен секундын өзінің дамуына, болашақтағы ісіне деген жоспарын осы қазіргі сәттен бастап қалап, өнермен қызықты бір бағыттардан білім алсын, өнер алсын. 11 бағыт 8 бөлім бойынша жұмыс атқарылады. Бұл жерде хореография, вокал, би, 15-тен астам спорт түрі үйретіледі балаларға. Карате, бокс, таэквондо, айкидо деген сияқты біздің арнайы спорт бөлімінен шыққан оқушылар әлемдік додаларға да қатысқан. Бізде музыкалық мектептер бар. Мен бос уақытым жоқ, мен сабақтан кейін билеймін, ән айтамын. Би маған өте қатты ұнайды. Мен жарыстарға барып, бірінші орын алып жүрмін. Мен қамшы биін үйрендім, гөл биін үйрендім, тағы да басқа би қойып жатырмыз. Мен биге 1-ші сыныптан бастап келемін. Біз Гүлбаршын апай бәріміз әртүрлі билер, жаттығулар жасаймыз. Біз мектеп биін, қазақ биін, орыс биін билейміз. Мен биге барғаным ұнайды. Мен ақкиіз үйірмесінен қатты жақсы көремін. Өйткені мен бірінші рет келген кезде мынандай өзім жасаған моншақты істедім, және де мынандай білезік істедім. Тағы да мен мынандай таспақа жасап үйрендім. Ақкиіз үйірмесіне қатысқанға 2 жыл болды. Сөмкелер, байпақтар, білезіктер жасаймыз. Ақкиіз өте жылы, әрі әдемі болып көрінеді. Мен осы ақкиіз өнерін дамытқым келеді. Мен айкидо үйірмесіне қатысамын. Осы үйірмеге қатысып жүргеніме 6 жыл болды. 6 жылдың ішінде көптеген жетістіктерге жеттім. Көк белдікке жеттім. Мақсатым жарыстарға шығып, әлем чемпионы атану, қазақтың туын бүкіл әлемдерге таныту. Қазіргі кезде жағдай өте жақсы жасалған. Бос уақыттарыңды кетірмей, үйірмелерге қатысып, спортпен айналысыңдар. Өскенде физика-математика саласын таңдап, ұлы физик болғым келеді. Осы физика лабораториясының арқасында мен көптеген жетістіктерге жетіп жүрмін. Мен әртүрлі күштерді үйрендім. Мысалы, тартылыс күші. Сол тартылыс күші ол Ньютонмен өлшенеді. Мен де өскенде жаңа формула шығарғым келеді.